атым Амире, мен 5 жастамын. Мен Алматы қаласындағы 40-шы балабақшаға барамын. Әміре, айта қойшы, сен балабақшаға бүгін немен келдің? Мені бүгін атам жеңіл машинамен алып келді. Апай, сіз жұмысқа немен келдіңіз? Мен жұмысқа автобуспен келдім. Апай, осы көліктер бізге не үшін керек? Әміре, көліктерді біз алыс жерлерден жақын болу үшін, қатынас жасау үшін қолданамыз. Балалар, сендер білесіңдер ме? Қазір көлік түрлері өте көп. Мен сендерді таныстырып шығайын. Ал бірінші әуеде ұшатын көлік түрлеріне ұшақ, тікұшақ, зымыран, алды шарда жатады. Дұрыс айтасың, Әміре. Ал екінші жерде жүретін көлік түрлеріне жеңіл машина, трактор, жүк машинесі, экскаватор және де көптеген машина түрлері жатады. Ал үшінші суда жүзетін көлік түрлеріне кеме, қайық, сүңгір қайық, ілмелі қайықта жатады. Дұрыс айтасың, Әміре. Ал төртінші темір жолда жүретін көлік түрлеріне трамвай мен поезд жатады. Жарайсың, Әміре, дұрыс айтасың. Балалар, сендер де көлік түрлерін біле жүріңдер. Сау болыңдар. Келесі кездескенше. Сәлем, балақайлар. Сәлем, достарым. Менің атым Амире, мен 5 жастамын. Мен Алматы қаласындағы 40-шы балабақшаға барамын. Әміре, айта қойшы, сен балабақшаға бүгін немен келдің? Мені бүгін атам жеңіл машинамен алып келді. Апай, сіз жұмысқа немен келдіңіз? Мен жұмысқа автобуспен келдім. Апай, осы көліктер бізге не үшін керек? Әміре, көліктерді біз алыс жерлерден жақын болу үшін, қатынас жасау үшін қолданамыз. Балалар, сендер білесіңдер ме? Қазір көлік түрлері өте көп. Мен сендерді таныстырып шығайын. Ал бірінші әуеде ұшатын көлік түрлеріне ұшақ, тікұшақ, зымыран, алды шарда жатады. Дұрыс айтасың, Әміре. Ал екінші жерде жүретін көлік түрлеріне жеңіл машина, трактор, жүк машинесі, экскаватор және де көптеген машина түрлері жатады. Ал үшінші суда жүзетін көлік түрлеріне кеме, қайық, сүңгір қайық, ілмелі қайықта жатады. Дұрыс айтасың, Әміре. Ал төртінші темір жолда жүретін көлік түрлеріне трамвай мен поезд жатады. Жарайсың, Әміре, дұрыс айтасың. Балалар, сендер де көлік түрлерін біле жүріңдер. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.